Саламатсыздар ма көрермендерім? Бүгін күріш суының пайдасы мен зияны туралы айтамын, ал келесі видеомда шекті тазалау жолын айтатын боламын. Денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұстанатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңдаған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан, күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С тобындағы витаминдерден, асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалардан тұрады. Сондай-ақ, күріш суының пайдалы қасиеттері де бар. Ол ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартып, зат алмасуын жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап, атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационында дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Күріш қайнатындысын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецептісі бар. Яғни қарапайымнан бастап бірнеше қадамдардан тұратын рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау: кастрөлге 2 стақан су құйып қайнатыңыз, содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іш өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп, қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да, суытып әр сағат сайын ішіңіз. Қайнатпаны қою қылып қайнатуға болады. 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептісін қолдансаңыз болады. Дегенмен, сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. Бірінші, 1 стақан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Екінші, күрішті суға салып, 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ, күріш суын дайындаудың басқа да тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңызда бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар, Азияда ашыған күріш суын да дайындайды, яғни ферменттелген күріш сусыны. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады. Тек әзірлеу кезінде суды көп құйып қою керек. Күріш қайнаған кезде оны кепсермен сүзіп алыңыз. Бізге күріш суы керек болатындықтан суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолдансаңыз болады. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны 1 тәулікке қойып қойыңыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді, себебі оның құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті көрермендерім, күріш сусыны 100%-ға дейін әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стақанның 4-тен 1 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды, себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға 1 ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн.
Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңызда 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға да болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп жылтырап тұрады. Байқағандарыңыздай, күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңқаларлық жағдай емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына берілген. Бүгінгі видеом осындай. Бүгінгі видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.